Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Робби ишрах ли садри ва яссир ли амри вахлул угдатан мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бүгінгі білім алуға келген ханымдар, Алланың мейірімімен, Алланың қалауымен бүгін біз мешітімізде кебіндеу және жуындыру сабағын өткелі жатырмыз. Менің есімім Айнұр Шаймерден қызы, Алматы қаласы Әл-Мәдина мешітінің ұстазымын. Және де менің жанымда Алматы қаласы Тастақ мешітінің ұстазы Раушангүл ұстазымыз. Бүгін осы Алла қаласа жуындырудың және кебіндеудің бүкіл шариғи түрдегі үлгісін, үкімін сіздерге түсіндіріп беретін болады. Қандай да бір мұсылман қайтыс болған кезде оның жақындарына оны жуындырып, кебіндеп шығарып салу парыз кифая. Яғни, егер оны ешкім жуындырып шығарып салмайтын болса, жуындырып жана кебіндеп, ол артында қалған адамдарға күнә болады. Тарихы кезінде Адам алейхиссалам қайтыс болған кезде періштелер түсіп, Адам алейхиссаламды жуындырып, солай арулап көмген екен. Сол кезде оның ұрпақтарына осыны үлгі етіп қалдырған екен. Бүгінгі кебіндеу және жуындыруды әйел адамдардың фиқына, яғни әйел адамдарды жуындыруға байланысты сіздерді үкімдермен таныстыратын боламыз, иншалла. Енді әйел адамды кім жуындыруы керек? Әйел адамды тек қана әйел адамдар жуындыруға хақылы, яғни әйел адамдар ғана жуындыруы керек. Тіпті әйел адамды күйеуі жуындыра алмайды. Себебі әйел адам қайтыс болған кезде, ерлі-зайыптылар қайтыс болған кезде, біреуі олардың арасына талақ түседі. Сол кезде ол күйеуі махрам болмай қалады. Тіпті оның шашын көруге де болмайды. Ал енді керісінше жағдай, бір ескертіп кете салайын, егер күйеуі қайтыс болса, оны әйелі жуындыра алады. Жалпы талақ түскен кезде әйел адам 4 ай идда мерзімінде болады. 4 ай идда мерзімінде болғаннан кейін оған бірден күйеуіне қатысты талақ түспейді. Ал енді әйел қайтыс болған кезде күйеуіне қатысты оларда 4 ай идда күту деген үкім жоқ. Сондықтан да талақ бірден түседі. Міне сол жағдайға байланысты әйел адам өзінің күйеуін жуындыра алады. Енді әйел адам болмаған жағдайда, мүлдем әйел адам болмаған жағдайда, ер адамдарынан махрам болған ер адамдар, яғни жақындары, ол жаңағы әйел адамға таяммум жасайды. Ал егер жақындары да болмаса әйел адамның, ол кезде бөтен ер адам қолына матаны орап, ол әйелге таяммум жасайды. Және де мәйітті жуындырған кездегі ескеретін үлкен мәселе, мәйітті жуындырып жатқан кезде әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір жағдайда, мысалы, дене іріп-шіріп жатады деген сияқты, әртүрлі жағдайлар болады. Міне, мәйітті жуындыратын адам, қайтыс болған адамның жаңағы мәйітін жуындырғандағы сырларын жан-жаққа таратуына болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол нәрседен тыйған. Пайғамбарымыздың хадисі бар: қандай да бір адам мәйітті жуындыратын болса, және де Алланың аманатын сақтаса, оның сырларын жаймаса, Алла тағала оны анасынан жаңа туғандай тазартады деген. Яғни күнәләрін кешіреді деген. Сондықтан да біз мәйітті жуудан қашпауымыз керек. Керісінше мәйітті жууға тырысып, сол жерде жаңағы мәйітті жуындырып, оған дұға етуге ұмтылуымыз керек екен. Ал енді бүгін біз жалпы осы мәйітті қайтыс болғаннан бастап қандай амалдар жасауымыз керек, осының барлығымен біздің Раушангүл ұстазымыз сіздерді таныстыратын болады. Простыняны жерге жайып, соның үстіне жатқызып мәйітті, ал мен мына жағын таңып қояды. Жақсылап мына жерге байлап, жақсылап таңып қояды жағын. Содан кейін екі бармақ, мына аяқтарындағы мына үлкен бармақтарын қосып, оны да қосып байлайды. Содан кейін қараңыз, тырыс қалмас үшін мәйіттің ана буындарын босатады. Уқалап босатып, тырысып қалса, соны жазғызып, жақсылап бүйтіп қолын, аяқтарын бәрін жанына жақсылап байлап қояды.
өстіп қояды да, содан кейін екінші простымен бет жауға. Әйелдерге басына орамал сразу салып қой керек, өйткені ашылып қалса ешкім көрмесін, иә, әурет жабық, үстінде простыня, астында простыня, мынау қосымша жабық тұрады. Өйткені өлген адамның әуретіне қарау, тірі адамның әуретіне қарағанмен бірдей дейді. Сол үшін бәрі жабық болу керек. Сөйтіп, енді ең бірінші хабар береміз мәйіттің қайтыс болған жайында, жақындарына, туған туысқандар, жақын жаран бәріне. Содан кейін 102 телефонға звондайды, 103-ге звондайды, милицияны шақырады, скорыйды шақырады, бәрін дайындықтарын жасайды сөйтіп. Содан кейін енді жерлеуге асығу керек. Жерлеуге асығу керек. Өйткені пенде жақсы адам болған болса, дейді, ол өзінің жақсы ізгі амалдарымен тезірек кездессін деп дейді. Ол нашар адам болғанса, оның сол қиыншылықтардан, жамағынан тезірек құтылу үшін дейді, асығу керек дейді, жерлеуге. Солай дейді. Енді мәйітті жатқызып қойып, қонақ күту деген, тамақ пісіріп, қой сойып, мынау әуремен жүрмеу керек. Ең бірінші сол қабір қазу, соның жақындары, соны ойластыру керек. Ол енді басқа. Адамға, үйдегі отырған адамдарға көршілері, жақындары башақтан бір жерден тамақ әкеп пісіріп беріп, әкеп ішкісе жақсы мұстахабия. Өздері ол үйде қазан қайнатпай, тамақ пісірмейді, ештеңе істемейді. Солай болу керек негізі, иә. Өстіп хабар бергенде енді жерлеуге дайындаламыз. Ертесінде обычно енді справка дайын болу, жер қазу деген бізде сол күнде жерлесе тіпті жақсы болады, но ол мүмкіншілік ондай жоқ. Енді асығу керек. 3 күн бір жақтан біреу келеді де күтіп отыруға болмайды. Ал енді жерлеуге дайындағанда біз дәрет алғыздық, иә? Дәрет алғыздық, егін байладық, әтеу жатыр. Енді ертесіне дайындаймыз. Не істейміз ең бірінші? Мәйітке кебін пішеміз. Кафан. Кебін пішеміз. Содан кейін оған пішеміз, содан кейін жууға не қажет екен, соны дайындаймыз. Содан кейін жуатын адамға не қажет екен, соны дайындаймыз. Әйелдердің кафаны 5 нәрседен тұрады. Ең біріншісі лифафа деп айтылады. Ең үлкені ар жақта мына мәйітіміздің бойы мынаумен тура келеді екен. Мына жерден былай өлшедік, былай бойы. Сонда мына жерден бір 30 сантиметр артық аламыз, ар жаққа байлауға келетіндей 30-50 сантиметр. И мына жақтан да 30-50 сантиметр примерно артық аламыз. Өйткені бізге байлауға өстіп бірінші қабаты мынау. Бұл ровно болсын. Осылай ровно болсын. 60-70 сантиметр артық бас жағынан, аяқ жағынан. Общий артығымен, иә. Мынау изар. Изар. Мынау лифафа, мынау изар. Енді дирк, көйлек. Мынау 2 ұзындығын аламыз, 2 длины. Міне қараңыздар, мынау бізде көйлегі, бұлай 2 қабат алынады. Ары қарай тартыңыздар. Ені бұлай жеткілікті көйлекке, иә? Сізге де бұлай жеткілікті, иә? Осылай, жеткілікті міне. Иә, арлы арты. Мынау артық. Бұл артықты кесіп аламыз. Қалтыраса да болады, бірақ енді қажеті жоқ, ысырап. Артығын былай кесіп алдық. Бұл бізге қажет болады тағы да. Енді әйелдің көйлегін тіккенде тігіс болмайды. Ине жіп қолданбайды, жең жасамайды, е? Бисмилля. Адамның басы сиятындай. Иә, басы сиятындай қылып, өстіп кесіп аламыз мына жерін. И алдын кішкенде былай жыртамыз. Өстіп істейміз да. Енді мына жағын, үстің жағын бір қабатын былай бүктеп аламыз, бір қабатын. Бірінші қабатын. Қараңыздар, бірінші қабатын бүктейміз. Себебі қазір ана мәйітке киген кезде сразу бүйтіп түсіре салатындай болу керек. Біз сияқты адам емес, бұл киіп алатын. Қозғала алмайды. Былай мына жерге жатқызғанда, басы мына жер ертегі, былай алып кетеміз сразу. Орап қойды, е? Былай бүктіңіз енді онда. Кеудеше кеудесін жабатын. И көйлектің сыртынан келеді. Сонда бұл айнала келгенде жету керек, е? Ар жағынан, бер жағынан. Сонда мынаны осы жерден жасасақ жеткілік болар. Бұл кеудеше. Кеудешесі болады.
Бұны дайындадық міне. Енді орамалын дайындаймыз. Басына киетін. Әйел адам бұл дүниеге орамал тақпаса да, міндетті түрде орамал болады басында. Сондықтан бұл орамал үлгеру керек. Амалы. Маса орамал. Бір метрдан ғой. Иә. Өсіп орамалын жасадық, иә? Енді бұл кафанды жинаймыз. Қараңыздар, содан кейін бізге не қажет? Байлайтын. Сыртынан бел жағынан біреу, бас жағынан, аяқ жағынан бір-бірден байлайтын енді дайындаймыз. Мынау. Бас жағынан, аяқ жағынан байлауға жеткілікті. Бұны бүктеп дайындап қоямыз. Бұлай. Бас жағына, біреу аяқ жағына. Мына жеткілікті болатын шығар, мынау байлауға. Бұл мына байлаудан ұстап түсіреді қабірге. Иә. Сол үшін байлау ұқты болды. Ер адамдар ана Мына жерден бұлай бөліп аламыз. Дайын тұру керек қой бірден. Иә. Бірінің үстіне бір дайын тұру керек та. Әйтпесе оны көтеру ауыр болады. Өлген қайтыс бір ар жақта біреуіңіз, ар жаққа тартыңыздар. Ауыр болады, салмағы. Тартыңыздар. Төмен қарай түсіңіздер. Мынау ұзын болды, себебі бұл баянады ғой. Лифафа. Бұл лифафа. Бұл жоқ, бұл изар. Бұл изар. Сәл төмен түсіріңіздер. Дәл ортасынан. Мынау изар. Изар. Сәл төмендірек, еще чуть-чуть төмен. Еще түсіріңіздер. Мынау изар. Аха. Вот. Енді орамал. Әйел адамдарда мына изардан кейін орамал кетеді. Өйткені бірінші кеудеге орамалды жауып алып, сосын барып көйлекке киеді. Басы мына жерге келсе, мынау байланады, иә? Мынау. Мына үш бұрышы мына жағында тұру керек. Өйткені артқа кетеді ғой, артына. Анау бүйтіп байланады. Мынау кеудешесі. Кеудешесі осы ма еді, жоқ басқа ма бізде? Көкірекше. Міне мынау. Мынау. Осылай дайындадық, иә? Бүктей салыңыз. Енді көйлек. Көйлегім. Қамис, иә? Қамис деген осы, көйлегі. Ол енді. Қазір бұл. Сәл төмендірек түсіреміз ғой деймін. Осылай. И осыны исламский миск бар ғой, духи. Сонымен бәрін бетіп мискпен сүртіп шығамыз жақсылап. Енді әдемі шықты. Енді қараңыздар, мәйітті сүйреп жүру қиын, например. Ар жақтан сіздер бұлай бүктеңіздер, мына жақтан біз бүктейміз. Бүктеңіз ұстаз бұлай. Бұлай қарай. Духи жақтығы жақсылап тұрып. Ортасына келейін, әкелесіздер бәрі қая. Вот. Міне. Өстіп. Миск. Қазір миск. Мынау беліне келетін. Мынаны әдейі астына салып қояды. Жайған кезде астына қалу керек та. Өйткені көтеріп, астына салып қиын. Бас жақ аяқ жағыныкі жаңағысы жеңіл. Ол енді ол жеңілірек. Мына жерге біреуін қалтырайық, ар жаққа біреуін қалтырайық. Сіз мен жаққа келіп бүктеңіз ұстаз. Жууға бізге не қажет? Соны дайындаймыз. Мынаны қатты тартамыз да тесік жасаймыз. Су құйғанда осының үстінен су құямыз ғой, е? Қатты тартып тұрыңыз. Бисмилля. О. Өстіп, тесіп. Так. Енді құрғақ біреуін дайындап қоямыз дедік, е? Құрғақ. Жаба саламыз.
Осының үстінен жабатын ба? Әуретін жабатын. Қараңыздар, сүртетін бөлек. Ана қазір мынаны су болады ғой, анау су құямыз, су болады. Оны алып тастауым керек. Алып тастаймын. Оның арды мынаны саламыз. Таза шайылады ғой. Шайылған жуық болғаннан кейін Сол кезде бас болған кезде ананы алып тастаймын. уже үйден қорғату керек. Осын дайындап қойдық тағы біреу міне. Көрдіңіздер ме? Кесеміз бұнда. Бұны кеспейміз. Бұл уже кесілмейді. Су құйылатын қолдандық, болды, амна уже. Осы бұны дайындап қойдық. Қолданатын затымыз. Содан кейін аны алжапқыштарды жасасақ болады. Енді қараңыздар, жапқыштарды біреу емес. Кейбір мысалы көп жағдайда алжапқыш алынбай қалады. Алдымен мәйітке қажетті нәрселерді дайындайық, содан кейін адамдарға қажет нәрсені, жуатын адамдарға қажет нәрсені дайындаймыз, иә? Мәйітке қажет. Иә. Жарайды, фартук болып тұрсын, көрсетеміз содан кейін. Енді қараңыз. Алжапқыш болып тұрады. Қуырылатын адам. Қараңыздар. Содан кейін мынандай шүпіректерді дайындап қоямыз. Көбірек қып, 4 бұрышты қып, жыртып, субханалла. 4 бұрышты қып, мынандай қып, әртүрлі дайындап қоямыз. Алдын, артын жуғанда, тазалғанда осыларды қолданамыз. Тастаймыз. Осындайларды әжептәуір дайындап қоямын. Көп керек болды, иә. Иә. Қолға орайды, Қолға орайтынды қазір тағы да дайындаймыз. Бұны да дайындап қояйық. Бұл қараңыздар, бұны тағы да істейміз, мұнаны тағы да былай. Дәрет алғызғанда, мынандайларды да дайындап қоямыз, бисмилля. Не үшін? Дәрет алғанда бір-бірден жұлып беріп тұрады. Бір-бірден аузын, мұрнын сүрткенде, сол кезде мынаны бір-бірден жұлып беріп тұрады, жаныңызда тұрған адам, сіз дәрет алғызғанда. Көрдіңіздер ме? Өстіп дайындап қойдық. Содан кейін, ана суға барғанда, суды әкелгенде судың бетін жауып әкелу керек. Суға қолды салмаңдар деп айтады. Иә, суды былай ағыздап көресіз ғой, шелекке қолыңызды салмайсыз. Кранды былай бұрып қойып, жылылығын тексересіз. Өзіңізге қандай ыңғайлы жылы, мәйітке де сондай. Қайтадан қоясыз. Ақ кеткенде қанау су кетпесін қайтадан бір тексеріп қоясыз, иә? Жылы су бол, солай, иә? И онда шелектің бетін жауып келесіздер. Енді су алып береді. Мынандай дайындап қоямыз, шелектің бетін жауып қойды да, суды алып келеді. Так. Тұрған адам, сіз дәрет алғызғанда, көрдіңіздер ме? Өстіп дайындап қойдық. Содан кейін, ана суға барғанда, суды әкелгенде судың бетін жауып әкелу керек. Суға қолды салмаңдар деп айтады. Иә, суды былай ағыздап көресіз ғой, шелекке қолыңызды салмайсыз. Кранды былай бұрып қойып, жылылығын тексересіз. Өзіңізге қандай ыңғайлы жылы, мәйітке де сондай. Қайтадан қоясыз. Ақ кеткенде қанау су кетпесін қайтадан бір тексеріп қоясыз, иә? Жылы су бол, солай, иә? И онда шелектің бетін жауып келесіздер. Енді су алып береді. Мынандай дайындап қоямыз, шелектің бетін жауып қойды да, суды алып келеді. Так. Енді жуғанда анау... Тампон негізі қан ағатын болса, тоқтамайтыныз, аузынан су, мұрнынан ағатын болса, онда істеуге болады. Онда мақта, или марля, бинт, соны тығып қойса болады. Өйткені кейде тоқтамай ағады. Ол ақса, жуып болғаннан кейін де ақса, оны сол жерін жуып, қайтадан тазалай салса болады. Дәрет бұзылмайды, ғұсыл бұзылмайды. Ал енді ең бастысы кафан бұзылмау керек. Кафанға көп тисе, көп мөлшерде кафанды жуу керек болады. Сол үшін ең бастысы кафанымыз дұрыс болу, таза болу керек. Соны қадағалаймыз. Енді қараңыздар, қолғап жайында. Негізі мынандай шүпіректерді қолға алғанда, жуғанда қолға бет жырт қалады, кішкентай, су қалғанда болғасы. Бет жуғанда нетіп тұрады. Сол үшін мынандай дайындаймыз. Қолғақтың түрі. Негізі резиновый перчатка керек.
резиновый перчатка, маска дайындап қоямыз. Иә. А мынау. Мына жерге қолыңызды. Былай. Өстіп байлайды. Мен көрдіңіздер ме? Мынаны сулағанда да ештеңе болмайды. Сабындайды, сулайды и просто былай жуа береді. Былай тартамыз. Бисмилля. Негізі осылай дайындау керек қой, иә? Ең дұрысы пленкадан істесек. Мынау су тисе, су болады. А пленкадан жасасаңыздар, пленкадан су ағып кетеді де болды. Жақтай құсап дұрыс болады. Жарайды. Аяғын кішкене былай, иә, бүйтіп аяғын арасына ашып, мына шүперекті сулап, аздап қоясыз. Мына тесігі бар не ғой? Тесік. Соның астына қоясыз. Жақсылап қарамаймыз, жуамыз, сүртеміз, тексереміз. Таза болды, тастадық. Басқасын алдық. Суладық. Қайтадан жуамыз, тексереміз. Тексереміз, қараймыз. Таза болған жоқ, тастаймыз. Тағы да қайтадан осындай дайын тұр ғой жанымызда. Осыны қайтадан сулаймыз дағы, қайтадан сол қолымыз жуамыз, иә? Сол қолмен жақсылап жудық. Мына жерден су құйып тұр, мына жерден біз тазалап жатырмыз, әуретке қарамаймыз. Мынаның астынан, иә? Все, таза болды. Аллаға шүкір. Болды. Осымен бітті. 3 дәрет алғыздық. Енді кәдімгідей өзіміз дәрет алғандай дәрет алғызамыз. Бірінші отырғызып ішін босатып дегенді айтып жібересіз. Жоқ, сразу емес. Өйткені екінші рет жуғаннан кейін отырғызса дұрса. Өйткені ар жаққа бер жаққа біз қимылдаймыз ғой. Сол кезде қайтадан шығуы мүмкін. Движение начнется и қайтадан жиналып шығады. Сол үшін дайындап қоямыз соған. Вот. Енді дәрет алғызамыз. Мына нелеріміз дайындап қойдық. Біреу жанымызда тұрып, бірден бүйтіп жуып беріп тұр. Ақырын бисмилля. Ғуфранака я рахман. Басқа артық сөз сөйлемейміз. Ештеңе сөйлемейміз. Дүние бүйтеміз, анау жоқ. Ғуфранака я рахман дейміз. Суладық та аузын. Бисмилля. Айтады, қызыл иегіне, тісіне тигізіп жуыңдар дейді. Негізі бұл фарз емес. Сол үшін ерінен суласа да жеткілікті. Өйткені аузын бетіп ашсаңыз, ашылады да соң кейін жабылмай қалуы мүмкін. Содан кейін мұрнын тура сулаймыз да, мұрнның ішіне саусағымызбен бет кіргізіп, сулап 3 рет мұрнын тазалаймыз. Сөйтіп тазалық тастадық. Содан кейін бетін жуамыз, бисмилля. Бетін 3 рет жуамыз. Бисмилля. 3 реттен бәрін жудық. Содан кейін басына мәсих тартамыз, бисмилля. Содан кейін мойнына мәсих тартамыз. Былай. И содан кейін қолын жуамыз. Қолынан. Оң жақ қолын бастаймыз. Үшінен бастап ақырындап су құйылады. Арасын бүйтіп жуып, былай қарай. Өзіміз біз дәрет алғанда әу баста тек қана былай жуамыз ғой. Содан кейін шынтақпен қосып. А бұл жерде сразу шынтағымен қосып толық жуып шығамыз. 3 рет суды құйып, толық жуып шықтық. Оң қолын, содан кейін соң қолын тура солай, 3 реттен толық жуып шықтық. 3 рет болды. Енді аяғын жуамыз. Аяғын жуғанда тура солай бармақтардың арасын ашып, сулап, жақсылап жуып, толығымен қосып, бүйтіп 3 рет оң аяғын, содан кейін соң аяғын шығамыз. Бәріне сулап, бәрін құйып шықтық. Қолын бүйтіп көтеріп, ана арасына жерін көтердік те, қолтығының астына су керетіндегі бүйтіп толық су шықтық. Бағанағы жасаған қолғапты жуындыратын кезде осылай киіп аласыз. Иә, астын жуғанда біз қолданған жоқпыз. Енді дәнесін жуғанда осындай қолғақты дайындап алғаннан кейін сөйтіп ана
3 адам 4 адам ар жақта бер жақта тұрғандар қолын сулап сабындап жақсылап ар жағын бер жағын бәрін жуып шығады. Сабындайды, сулайды. Бисмилла деп. Иә. Оң жақтан бастайсыздар. Барлығын жуғанда. Қараңыздар, кітапта айтылған оң жағын жуу үшін мәйітті сол жақ иығына жатқызыңдардағы жуыңдар дейді. Бірақ ол өте ыңғайсыз. Ол ауыр. Скользкий дейін. Тайғана. Жата алмайды. Ол бір ұстап тұру керек оны. Поэтому алдымен осылай жатқан күйінде алдың жағын, оң жағын, сол жағын, ар жақ, бер жақ бәрін жуып алдық. Басын жуып жатырмыз деген, жуып болдық. Денесін толық жуып шықтық. Әуретінің астынан былай жуамыз, көрмейтіндей қылып, былай біз ұстап тұрмыз, ар жақтан жуады, әуретке қарамай. Бәрін өстіп, сабындап, жақсылап жуып шықтық. Енді қараңыздар, мен жақта тұрған адамдар мәйітті иығынан мына жерден сан алып былай көтереміз. Сол кезде мына әурет жабық болу керек. Мына мата жауып тұру керек. Сол жақта тұрған адамдар толық бәрін сабындап жуып шығады. Содан кейін жуып шықтық, сабындап болды жудық. Енді былай жатқызамыз. Ар жақта тұрғандар былай көтереді. Біз мына жақтан толық бәрін сабындап жуып шығамыз. Бір рет сабындадық, жудық. Су құйып шығамыз, толықтағы өстіп 3 рет жуамыз. Тақ, негізі 1 рет жуу фарыз, 3 рет жуу мұстахаб дейді. Или 3 рет жуғаннан кейін таза болмаса, онда 4-5 жуу керек. Нечетное количество. Тақ сан. 5 рет жуғанда таза болмаса 7 рет жуу керек дейді. Негізі 3 рет жуған әбден жеткілікті. Сөйтіп толық сабындап жуып шықты 3 рет. 3-ші рет жуатын суымызға уже сабынсыз жуамыз. Неге? Духи, миск қосамыз суға. Мискті ашамыз, мынаған құямыз суға. Құйдық, содан кейін сол суды араластырып, басынан аяғына дейін толық жақсылап құйып шығамыз. Шайқаймыз сөйтіп. Шайқайтын суымыз болады сөйтіп, матаның астынан былай. Толық құйып шығамыз. Денесін таза сумен шайып шығамыз, басынан аяғына кейін толық. Мынау тесік су жүреді. Астынан бәрін жақсылап өстіп жуып шықты. Әлхамдулилля. Сонымен осыны жуып болдық, тазарды. Енді не істейміз? Ең басты мына табытты кептіреміз. Денесін кептіреміз, табытты кептіреміз. Айттым ғой сіздерге. Екінші рет жуғанда біз ішін бастық. Қараңыздар, екінші рет жуғанда біз отырғызып, мәйіттің ішін әлі азырақ басамыз. Содан кейін жақсылап құрғатамыз. Қараңыздар, бізге мен мынандай матаны айттым ғой керек деп, орамалды. Мынаның біреуін ұзынырақ қылып аламыз да мәйіттің астына салып қоямыз. Қараңыздар, мына жерде тұрғанда біз мына жақтан былай көтереміз, былай көтереміз. Ар жақта тұрғанда былай кіргізеді. Өстіп жатқызамыз да, мына жақтан біз көтереміз да, мына жақтан тартып шығарып аламыз. Негізі мәйітіміз табытқа жатқызғанның өзінде де ол немен болды ғой? Простынямен көтеріп жатқызамыз. Простыняда шығарғанда өстіп шығарамыз. Бір түсіреміз де былай, ар жақтан кіргізіп, мына жақтан көтеріп, бұла жақтан шығарып аламыз. Төрдік, әуреті жабық, сіздер мынаны бұлай итеріп тастадыңыздар. Біз мына жақтан бұлай алдық, шығарып алдық, су мынау алып тастадық. Мынау да су болатын, бұны да алып тастадық та, например, оның орнына бізде дайын тағы біреу бар еді ғой, міне. Ананы бұлай, бар, не важно. Міне, мына жерден бұлай, ар жақтан, бер жақтан біреу ұстап тұр, асыз ананы сыртып шығарып аласыз. Міне, өстіп, әурет жабық, әрдайым. Мынау құрғағы. Өстіп дайындалған, Ал енді кафанды кигіземіз. Мынау бас жағы болатын. Қараңыздар. Мынау бас жағы. Сіздерге көріну үшін жақсылап мына жақтан бастаймыз. Өстіп қоямыз. Ашамыз ары қарай. Міне,
тексереміз мәйіттің басы келетін жерге, міне қараңыздар, иә. Ашпаңыз, тартыңыз. Біз былай көтереміз, сіздер мынаны итересіздер, былай қарай. Итересіздер, басы мына жерге келетіндей қылып, міне итердіңіздер, и өздеріңіз ашасыздар мынаны. Ашасыздар. Былай жатқыздық, көйлегі дайын тұр. Мынаны бітіп әкеле жатырмыз, асыз ананы шығарып аласыз. Әурет көрінбеді, е? Өстіп шығарып алдық. Аяғынан кейін толық жабылатындай көйлегі осындай. Міне. Енді кеудешесі. Орамалын алдымен кесекші. Алдымен орамалын басына тағамыз. Бисмилля. Ғуфранака я рахман. Ғуфранака я рахман. Я ғуфранака я рахман. Шашын екіге бөліп, ұзын болса алдына былай қоямыз. Тарамаймыз, кеудесіне былай. И мына орамалымен қамтып жауып қоямыз. Өстіп кигіздік. Жауып қойдық. Кеудешесін. Бисмилля. Қолының астынан үстінен жібесек те бола береді. Бұл манекен бұған ең жақ көрінбей тұр, өстіп кигіздік. Кеудешесін. Енді бірінші қабат мынаны ар жағынан, оң жағы сол жағын немейді. Оң жағынан болса мына жақтан бастаймыз да бүйтіп қатты бүйтіп тартып. Көйлектің ішінен қалу керек па, қол или сыртында тұра береміз? Көйлектің сыртында қалады, ішінде қалмайды. Көйлек өстіп шығардық, міне. Мына жақтан біз мынаны тіреп тұрамыз, сіздер или ар жақтан сіздер мынаны тартып тұрасыздар. Өйткені сырғып кетпес үшін астыңғысын өстіп біз жақсылап тартып етеміз. Ана үш бөлек, то есть лифафа кет қалмасын мына жаққа, ол жақтан сіздер ұстап тұрасыздар. Біз мына жақтан. Содан кейін мына жақтағыны біз бисмилля өстіп тартып. Бітірдік, соң кейін үстіне жаптық, матаны шығарғанда матаны мынаның үстіне жауып қоямыз, мәйіттің үстіне, кілемнің үстінен алған кілемге өстіп далаға шығаратақ, соң кейін жаназасын оқиды. Өстіп, арулап өстіп бітіреміз. Алла разы болсын бәріңізге. Тыңдағандар үшін Алла сіздерге сауаптан жасын, білімдеріңізді арттырсын. Осы алған білімдеріңізді пайдалануға нәсіп етсін, иншаллах. Амал жасауға нәсіп етсін. Мәйітті кебіндеу және жуындыру сабағы тәмам. Біз Аллаға шүкір барлық мәйіттің қайтыс болғанынан бастап әйел адамға қатысты мәселелердің барлығын қамтуға тырыстық. Және де мәйітті қалай кебіндеу керек, қалай жуындыру керек, кебінді қалай пішу керек, осы мәселелердің барлығына тоқталдық. Алла қаласа осы сабақтарды жақсылап қарап, одан кейін жақындарыңызды арулап, ақтап шығарып салған кезде осы ілімдерді өздеріңіздің пайдаларыңызға асырады деп үміттенеміз. Алла тағала бәрібір өлім ақиқат, біз қашқанымен де әйтеуір бір біз кездесетін нәрсе, сондықтан да мен өлім келмесін маған деп қашып жүргенімізбен де бәрібір бір күнде болмаса бір күні біз өліммен бетпе-бет келетін күніміз болады. Сондықтан да мына мәйітті жуған кезде, өз басым ең алғаш мәйітке кірген кезде менде бір ерекше сезім болды. Біз өлімді көбінде алыста кетіп бара жатқан сияқты, бізге жақындамайтын сияқты, біреулердің тек үйлерінде болып жатқан сияқты елестетеміз. Ал мәйітті жуындыруға кірген кезде сіз өлімді өз қолыңызбен ұстағандай сезімде боласыз. Яғни мәйіт, былай қарап тұрсаң, біз сияқты адам
бірақ ода ерік, жігер, яғни Алла тағалаға бір нәрсе істейін, амал істейін деген сияқты нәрседен тоқталған. Біз сол кезде түсінеміз, біздің Абай атамыз айтады ғой, менімен менікінің ажырағанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес дейді. Алла тағала біздің соңғы күнімізді, соңғы сәтімізді өзінің разы болған, Аллаға разы болған күйде, Раббымыз бізден разы болған күйде Раббымызбен қауышуды Аллахым бізге нәсіп етсін. Және де ұрпақтарымыздың салиқалы құлдардан болып, бізді дұғамен, Құранмен, сондай бір таптаза арулап, Раббымызға тапсыруын нәсіп етсін. Иншалла, Алла тағала екі дүниемізге де хайырлы ғұмыр нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.